Жазушы Қаназов Молдахмет 1942 жылы 23 ақпанда Арал ауданы Бекбауыл станциясында дүниеге келген. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. Шымкент педагогика институтын филология факультетін бітірген. Алғашқы шығармалары 1970 жылы жариялана бастады. Қаназдың ауыл адамдарының тұрмыс тіршілігі, замандастарының ой арманы, адамгершілік мәселелері туралы жазылған Соңар, Арна, Ақтайлағым-ай, Құм ойнау, Армандай алыс жағалау, Жаңбырда жау, Жанқожа атты әңгімелер мен повестер жинақтары жарық көрген. Чика Даблдың баласы, Жер кіндігі повестері үшін жас өспірімдер мен балаларға арналған үздік шығармалардың республикалық жабық бәйгесінде жүлде алған. Қаназовтың еліміз тәуелсіздік алғаннан кейінгі шығармалары халық батыры Жанқожа Нұрмұхамедұлының өнегелі өмірі мен өшпес ерлігіне арналған. Осы тақырып аясында Жанқожа атты 3 актылы тарихи драмасы, сондай-ақ Ел қорғаны Ер Жәкем атты іргелі еңбегі жарияланған.